Балабақша балалары болашақ иесі болғандықтан дүниежүзілік мәдениетті танитын, өзінің төл мәдениетін білетін, сыйлайтын, рухани дүниесі бай, саналы ойлайтын, деңгейі жоғары білікті болуы міндетті. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақтаған тәжірибесін, мәдениетін жасөспірімдер бойында саналы сіңіріп, қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, мінез-құлқын, өмірге деген көз қарасын, бағытын дұрыс қалыптастыру тәрбиеге байланысты. Міне осы мақсатты қолға алып жүзеге асырып келе жатқан мектепке дейінгі мекеме Нұрбөбек балабақшасының басшысы Жамалқия Қабденқызы бүгінгі қоғам және әйел бағдарламасында. Қазақ халқы қай уақытта болмасын ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. Сондықтан тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, оған тиімді әдіс-тәсілдерді қолданып қарастыру әрбір ұжымның тапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен шығармашылығын талап етеді. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Тәрбиесіз берілген білім адамзатқа апат әкеледі деген ғұлама ғалым Әбу-Насыр әл-Фараби ойын әрбір ұстаз, әрбір атана өздеріне қағида ретінде ұстанса нұр үстіне нұр болар еді. Оқу мен тәрбие бір-бірінен бөлек алынып қаралмайтын күрделі процесс. Жаңа заманның жаңашыл ұстазы осы екі үрдісті бірдей теңестіріп алып жүру оның шеберлігі мен іскерлігін көрсетеді. Мағжан Жұмабаев өзінің ұлағатты бір сөзінде былай деген болатын: баланы тәрбиешінің дәл өзіндей қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып шығару керек. Иә, Мағжан аталары айтқан даналық ойы бүгінгі күні білімді ұрпақ керек екендігін айқындайды. Өйткені елдің ертеңгі тірегі жастар. Олар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс. Қазіргі таңда ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік артып отыр. Бала тәрбиесі баршаның ісі, отбасының да, балабақшаның да, мектептің де мақсат мүддесі біреу. Ол заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу. Балаға айналадағы өмір шындығының әсері мол. Айналасындағы үлкендердің, өзіне ересек балалардың бір-бірімен қарым-қатынасы, көңіл-күй ерекшеліктері, жүріс-тұрысы, еңбек әрекеті бәрі де балаға үлгі өнеге. Бүгінгі балалар тез жетіліп келеді. Олар айналадағы болып жатқан барлық оқиғаларды білгісі келеді. Баланың тұлға болып қалыптасуына отбасының тәрбиесі аздық етеді. Бұл орайда бала тәрбиесіндегі балабақшаның орны ерекше. Себебі балабақшаға баратын бала қоғамда өз ойын ашық айтуға үйренеді. Сонымен қатар жан-жақты жетіледі. Біз бүгінгі қоғам және әйел бағдарламасынан қаламыздағы Нұрбөбек балабақшасының жайдары мінезді әрі білікті басшысы Жамалқия Қабденқызы жайында ой қозғамақпыз. Жалпы Жамалқия Жаппасова 1958 жылы 15 сәуірде Жезқазған кентінде Қуат Мұсағұл руынан тараған Қабден отбасында дүниеге келген. Әкесі Қабден Шыңғысов көп жылдар бойы білім саласында еңбек еткен ұлағатты ұстаз әрі еңбек ардагері. Жезқазған қаласындағы номер 5 орта мектеп Қабден Шыңғысовтың есімімен аталады. Ал анасы Рухия Досмағамбетқызы бастауыш мектептің мұғалімі болып, бірнеше жылдар бойы адал қызмет атқарған. Ата-анасы білім жолында еңбек етіп, 6 бала дүниеге әкелген. Балаларының ішінде қызы Жамалқия ата-анасының жолын қуып, Жезқазған қаласындағы номер 24 мектепті үздік бағаға бітірген. 1975 жылы мектепті аяқтаған Жамалқия Қабденқызы Жезқазған қаласының пединститутына оқуға түсіп, мұғалімдік мамандықты жақсы деген бағаға бітіріп шыққан. Еңбек жолын 1980 жылы қаламыздағы номер 27 қазақ орта мектебінен бастаған. 36 жылға жуық еңбек етіп келе жатқан Жамалқия апамызбен сұхбаттаса отырып, басшы болудың қаншалықты жауапты қызмет екендігін түсіндік. Жамалқия Қабденқызы сыртымен іші әдемі безендірілген Нұрбөбек балабақшасы ашылғаннан бері сіз осы мекемені басқарып келе жатырсыз. Ашылғанына аз уақыт болса да, қаламыздағы алдыңғы қатарлы балабақшаның біріне айналып отыр. Жалпы қарамағыңызда қанша жұмыскер қызмет етеді және қанша бала тәрбиеленіп жатыр? Сәтпаев қаласында 2009 жылы ашылған жаңа Нұрбөбек балабақшасы 3 қабатты әсем ғимаратта орналасқан. Қызметкерлердің жалпы саны 65 адам, педагогтар саны 39. Балабақшада әдіскер, психолог, қазақ тіл маманы,
орыс тіл маманы, ағылшын тілі маманы, бейнелеу маманы, дене шынықтыру жетекшісі, музыка жетекшісі, хореограф, логопед, психолог, компьютер техника маманы тәрбиешілер қызмет етеді. Педагогтар қажетті теориялық және практикалық білім мен іскерліктерді меңгерген. Балабақшада жоғары және бірінші санатты, тәжірибелі, көп жылдан бері еңбек етіп келе жатқан ұстаздар, педагогтар көптеп саналады. Ұйым ылғи ізденісте жүреді. Балалардың өмірі мен денсаулығын сақтау сұрақтары, интеллектуалдық қабілеттерін, шығармашылық дамыту жағымды шешімін тапқан. Балабақшаның басты бағыты өскелең ұрпаққа гуманитарлық, эстетикалық тәрбие беру. Қазіргі таңда мектепке дейінгі ұйымда жоба бойынша 13 топқа бөлінген 320 бала тәрбиеленуде. Оның 9 тобында оқыту қазақ тілінде, ал 4 тобында оқыту орыс тілінде жүргізіледі. Әр топ бүлдіршіндердің жасына сай безендірілген. Балабақшаның сыйымдылығы қанша орынды қамтиды және биылғы жылға қанша бала қабылданды? Жаңа жоғарыда атап өткендей, біздің балабақша жобасына байланысты 320 балаға арналған. Биылғы оқу жылында біз 3 топтан 60 баланы мектепке шығарып салдық. Содан кейін 65 бала қабылдап алдық. Қазіргі таңда балабақшада 326 бала бар. Енді өзіңізде естіп, көріп жүрген боларсыз, кейбір ата-аналар балалардың тамақтануына байланысты сындар айтып жүр. Осы тұрғыда тамақ мәзіріне сіз қалай көңіл бөлесіз? Мектепке дейінгі білім берудегі басты міндеттердің бірі балалардың денсаулығын сақтау. Дұрыс тамақтану өсіп келе жатқан баланың дұрыс қалыптасуына әсер етеді. Балабақшада 3 рет тамақтандырылады. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас. Тағамдар түрі тәулік бойына дұрыс бөліну керек. Олар бала ағзасына пайдалы дәрумендер бар: ет, балық, сүт өнімдері, жеміс-жидектер, көкөністер, дәнді дақылдар. Балалар тамағын ұйымдастыруға ерекше назар аударамыз. Ас мәзірін диет медбибі құрастырады. Ас мәзірінің дұрыс құрылуы, тағамның сапалы дайындалуы өз бақылауында болады. Балабақшаға әкелетін тағамдардың сапа мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары болады. Санитарлық ережелерді сақталуын қатаң бақылаймыз. Балабақшадағы балалар тамақтануына байланысты туындаған сұрақтарды дер кезінде қарап, нәтижесін шығарып отырамыз. Жалпы мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасаудың қандай ерекшеліктері бар? Ұжым мектепке дейінгі ұйымның оқыту тәрбие жұмыстары мемлекеттік жалпыға міндетті мектепке дейінгі тәрбие және оқыту стандартының талаптарына негізге ала отырып, отанын сүйетін, үлкендерді құрметтейтін, ана тілін қадірлейтін жас ұрпақ тәрбиелеу мақсатында жұмыс жасап жатыр. Балабақша педагогтары мектепке дейінгі ұйымның басым бағыттарын жүзеге асыру жолында жас лингвист, дені сау бөбек және балаға мейірімді балабақша жобаларын іске асыруда. Мектепке дейінгі ұйымның негізгі көрсеткіші ол түлектерді мектепке дайындығының деңгейі. Біздің балабақшаның түлектері қаламыздағы айтылу мектептердің оқушылары. Балабақшаның өзіндік қабілеті бар. Оны басқа балабақшалардан айырып көрсетуге болады. Ол педагогикалық ұжымның үлкен еңбегінің жемісі. Балалар да облыстық, қалалық әртүрлі байқауларда жүлделі орындарды иеленуде. Білім құмар балаларға арналған республикалық үркер, пони марафонына қатысушылар. Осы жылы алғашқы қадам облыстық балалар шығармашылығы фестивалі байқауына қатысып, би номинациясынан 3-ші орынды иеленді. Әлі алатын асуларымыз алда деп сенемін. Еңбек түбі зейнет деп жатамыз. Жұмысыңыз алға баса берсін. Енді қарсы болмасаңыз, сіздің жеке өміріңізбен таныса отырсақ. Ұстаз болуға құштарлық әкемнен дарыған болар. Әкем Қабден Шыңғысов ұлағатты ұстаз, қайраткер, еңбек ардагері.
Бар саналы ғұмырын ұстаздықпен өткізген, халық ағарту саласында өшпес із қалдырған азамат. Жезқазғандағы нөмір 5 мектеп Қабден Шыңғысовтың атында. Анам Рухия көп жылдар бастауыш мектептің мұғалімі болып еңбек етті. 1980 жылы Жезқазған пединститутында орыс тілі мен әдебиеті мамандығын бітіріп, мұғалім жолымды қаламыздағы белгілі шаңырақ номер 27 мектептен бастадым. Мектептегі 80 жылдарғы жас маман ретіндегі жұмысым, алғашқы ашық сабақтарым, тәрбие жұмыстарым бәрі де кешегідей көз алдымда. 1993 жылы Чиуда школьник жеке меншік мекемесінің әдіскер қызметін атқардым. 1994 жылы номер 36 Ақбота мектепке дейінгі ұйымды басқарсам, 2009 жылдан бері қаламыздағы жаңадан ашылған сәулетті балабақшаны басқару маған тапсырылды. Атасы мен әжесінің, апаларының менің жолымды қуып, ұстаз мамандығын таңдаған қызым Гүлмира қазіргі кезде қаламыздың айтулы номер 4 мектеп лицейінің директоры. Жарым Алпысбай мен 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп өсіріп, немерелеріміздің қызығын қызықтап отырған отбасымыз. Ата-анасының жолын қуып, ұстаздық қызметін атқарып келе жатқан Жамалқия Қабденқызының анасы Рухия Досмағамбетқызы қазір 87 жаста. 6 баласынан 15 немере, 25 шөбере сүйіп отырған жайы бар. Ал Жамалқия Жаппасованың жолдасы Алпысбай Жаппасұлы 40 жылдан аса кен саласында қызмет еткен. Қазір зейнеткерлікте. Өмірге 2 қыз, 1 ұл әкелген Жамалқия апамыз бен Алпысбай ағамыз 8 немере сүйіп отыр. Балаларының барлығы жоғары қызмет атқарып жатқан білікті маман иелері. Өзіңіз де білесіз, алда таңға жайып, сиқырлы, тамаша мерекелердің бірі жаңа жыл мерекесі келе жатыр. Сіз осы мерекені қалай қарсы аласыз? Әке шешем, жаңа жылды дәстүрлі сол үлкен шаңырақта, қара шаңырақта қарсы алғанымызды дәстүр етіп кеткен. Сол әкеміз кетсе де жаңа жылды сол шаңырақта бауырларыммен, анаммен, балаларыммен қарсы аламыз. Жалпы келер жылы, яғни мешін жылынан не күтесіз? Қазақ халқы барын жақсылыққа болжайды ғой. Мен де алдағы мешін жылынан жақсылықтар күтемін. Еліміздің экономикасы тұрақтанып, елімізде әрқашан тыныштық болғанын қалаймын. Балабақшамыз болашақ ұрпақ тәрбиелеу ісінде жоғары жетістіктерге жетеді деген сенімдемін. Биылғы 2015 жыл сізге қандай жақсылықтармен, естеліктермен есіңізде қалды? Иә, бұл жыл өте жақсы жыл болды. Отбасымда да өзімнің еңбек жолымда айтулы жақсы жаңалықтармен есте қалды. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дегендей, осы жылы көп жылғы білім саласындағы еңбегім еленіп, Ыбырай Алтынсарин атындағы медальдің иегері атандым. Отбасымда 2 немерем дүниеге келді. Бұл мен үшін әрине үлкен қуаныш. Осы мереке қарсаңында қала тұрғындарына, жалпы қазақстандықтарға айтар тілегіңіз бар ма? Құрметті Сатпаев қаласының тұрғындары, білім беру ұйымдарының қызметкерлері, сіздерді келе жатқан 2016 жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға береке, бірлік тілеймін. Әрине осындай тамаша тілектер қабыл болғай дейміз. Сізді де алда келе жатқан 2016 мешін жылымен құттықтаймын. Отбасыңызға бақыт пен шаттық тілеймін. Жаңа жылда жаңа табыстарға жете беріңіз, жұмысыңыз алға баса берсін. Және де бағдарламамыздың қонағы болғаныңызға алғысымды білдіремін.
Ал енді құрметті көрермендер, біз сіздермен балабақшаның бүлдіршіндерімен танысып, олардың өлең жырлары мен тамаша тілектерін тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаңа жыл жаныңды жайдар етіп бала көңіл. Жаңа жыл жадырап қайта келер жаңа өмір. Жаңа жыл жаныңды жайдар етіп бала көңіл. Жаңа жыл жадырап қайта келер жаңа өмір. Келіңіздер, шыршаға сән беріңіз, қызығы мол жаңа жылдың тамашасын көріңіздер. Ақ мамыққа бөлеп алды маңайды, жаңа жылмен құттықтаймын бәріңді. Бақыт саттық молшылық әкелсін бәрімізге мына жыл. Алайлы Қазақстан халқыма тек тыныштық, бейбітшілік тілеймін. Келе жатқан месін жылы құтты болсын. Келді тағы жаңа жыл, қуантуға біздерді, құтты болсын жаңа жыл, құттықтаймыз сіздерді. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Құрметті қонақтар, ата-аналар, сіздерді жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз. Сәбилеріңіздің күлкісі сіздерді қуанта берсін. Баршаңызға денсаулық, өмірлеріңізге сәттілік, мерекелік қуаныш тілейміз. Балалардың былдырлаған тіліне не жетсін? Барлығы жадырап, жаңа жыл мерекесіне арналған өлеңдері мен тілектерін жеткізіп жатқаны бізді қатты қуантты. Балабақша тәрбиешілері мен ұстаздарынан тәлім алып жатқан бүлдіршіндердің барлығы өнерге жақын, тәрбиелі екенін аңғаруға болады. Жалпы балабақшаның 326 бүлдіршіндеріне мектепке дейінгі білімді дамытып жүрген тәрбиешілер тарапы, оның ішінде жоғары санатты тәрбиеші Кенжегүл Жарылқасынқызы, аталмыш мекеменің басшысы Жамалқия Қабденқызына деген жүрек жарды лебізін білдірді. Номер 5-ші Нұрбебек балабақшамыз 2009 жылы осындай жаңа жыл қарсаңына қарай ашылды. Міне содан бері көптеген қаншама баланың жыл ұясына айналған балабақшамызды білікті де іскер басшы Жамалқия Қабденқызы басқарып келеді. Аздаған жылдар ішінде бақшамыз қаламызға танымал, жанашыл, шығармашыл балабақша ретінде көзге түсіп отыр. Бұл біздің балабақшамыздың басшысы Жамалқия Қабденқызының үздіксіз еңбегінің арқасында деп білемін, талмай істеген еңбектің арқасында деп білемін. Жамалқия Қабденқызы туралы айтар болсам, мен ол кісімен біраз жыл бойы еңбек етіп келемін. Жамалқия Қабденқызының бойынан балаларға деген мейірімділік, жан шуағы сезіліп тұрса, ал жұмысқа келгенде тәрбиешілерге, жұмыскерлерге қатаң талап қоя білетін, оны іске асыруда бағдар бере алатын жанашыл, іскер, әділ басшы дер едім. Жаңа жыл қарсаңында қала жұртшылығын және өзімнің ұжымымды, барлық жұртшылықты жаңа жылмен құттықтай отырып, елімізде тыныштық, отбасыларына береке, бірлік болсын деп тілеймін. Тәуелсіз мемлекетіміздің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз отанымыздың патриоты болу дегеніміз Қазақстанды жан жүрегімен сүйе білу деген еді. Шынында да отан деген ұлы ұғымды ардақтап, егемен елдің ертеңіне ие болатын бүлдіршіндерге білім беріп, тәрбие беру тәрбиешілер қауымына жүктелген. Осы міндетті арқалап, балғын балаларды тәрбиелеп жүрген Нұрбебек балабақшасының тәрбиешілерінің еңбегі орасан зор. Солардың ішінде орыс тобына тәлім беріп жүрген бірінші санатты тәрбиеші Гүлнара Дарипбаева бағдарламамыздың кейіпкеріне деген ақ ниетін жеткізді. Я воспитательница детского сада. В детском саду я работаю со дня открытия. С 2009 году открылся нас. Мен осы балабақшаның тәрбиешісімін. Балабақша ашылғаннан бері осы жерде қызмет етіп келе жатырмын. 2009 жылы біздің жылы және жайлы балабақшамыз өзінің есігін ашқан болатын. Балабақшамызға балалар жақсы көңіл күймен, үлкен қуанышпен келеді. Балабақшамыз заманауи технологиялармен жабдықталған және осы мекемені Жаппасова Жамалқия Қабденқызы басқарып отыр. Жамалқия Қабденқызы өте жақсы басшы, әрқашан балалардың
балалардың көңілін табу үшін жағдай жасап отырады. Осы сәтті пайдалана отырып, мен балабақшамыздың басшысы мен әріптестерімді және барша қала тұрғындарын келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Барлығына денсаулық, отбасыларына амандық және балаларға деген сүйіспеншілік пен жылы жүрек тілеймін. Крепкого здоровья. Жалпы балабақшаның іші заманауи талапқа сай безендірілген. Бүлдіршіндерге арналған бөлмелер, дайындық орындары, спорт залдары сынды көптеген орындар бар. Балалардың денесі шымыр, денсаулығы мықты болу үшін әртүрлі спорттың түрінен жаттығулар жасалады. Спорт денсаулық кепілі демекші, бар ынталарымен дене шынықтыру сабағына қатысатын балалар тәрбиешілердің айтқанын жасап отырады. Әр сабақ барысы мен дайындық шараларын бақылап отыратын балабақша басшысы Жамалқия Қабденқызы балалардың жүрегінен орын ала білген мейірімді жан екендігін дене тәрбиесінің тәрбиешісі Ләззат Жұманова тілге тиек етті. Осы қаламызда орналасқан үлкен ғимарат, яғни біздің бұл балабақшамыз. Балабақшамыз үлкен және жарық, биік, көркем, заманауи құралдармен жабдықталған. Балалар біздің болашағымыз дей келе, осы балабақшамызды басқарып отырған Жамалқия Қабденқызы. Ол кісіге айтар алғысымыз зор. Ол кісі ылғи да жақсы жағынан өзін көрсетіп, біздерге, жастарға тәлім тәрбие беріп, әрдайым өзінің ақ көңілділігімен, ақылдылығымен, парасаттылығымен жол салуда. Осы орайда айта кететін балабақша басшысын және ұжымды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтап, зор денсаулық, өмірлеріңізде бақыт, творчестволық табыс, әрдайым жеңістерде, биіктерде көріне берейік. Басымыз аман, еліміз тыныш болсын. Балабақша ұжымы барлық балабақшалар секілді келешек ұрпақтың тәрбиелі болып өсуіне қызмет етуде. Ашылғанына 6 жыл толса да аз уақыттың ішінде жетістікке жетіп, әдістемелік кітаптарды жаңартып, бірнеше рет ашық сабақтар өткізіп, қалалық және облыстық байқауларға қатысып келеді. Әрине, әлі де талай тәжірибе жинап, еңбектенуді қолға алған балабақша ұжымы бүлдіршіндерге тақпақтарды жаттатып, ертегілерді құр оқытып қана қоймай, оны сәбидің санасына сіңіріп, мағынасына терең бойлатуға тырысуда. Ол үшін түрлі көрнекі құралдарды пайдаланып, сабақтарын қызықты өткізуде. Боран соғар ол жақтан, боран соғар сол жақтан, қара кісі ойнаса, су өтеді қолғақтан. Балалар біздің болашағымыз, сондықтан балаларды ерекше күтіп тәрбиелеу керек. Әсіресе ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруде қаламыздағы Нұрбөбек балабақшасының алар орны ерекше. Балабақша ең алдымен баланы тәртіпке, жауапкершілікке үйретеді. Баланың ойлау қабілеттерін арттыру арқылы ұрпақты жақсылыққа тәрбиелейді. Жалпы Жамалқия Қабденқызы 2009 жылдан бері аталмыш балабақшаны басқарып, жемісті еңбек етіп келеді. Білім беру және ұрпақ тәрбиесіндегі ұзақ жылғы жемісті еңбек үшін білімді ұстаз, білікті басшысының омырауында бүгінде Абырай Алтынсарин атындағы төс белгі жарқырайды. Кейіпкеріміздің бұдан да бөлек жетістіктері мен марапаттамалары жетерлік. Әсіресе Жамалқия Жаппасова басқарып отырған балабақша ұжымы қаламыздағы ең үздік балабақшалардың санатынан. Бүгінде 326 бала тәрбиелеп отырған ұйымда гуманитарлық эстетикалық бағытта тәрбие беріліп, жас лингвист, дені сау бөбек, балаға мейірімді балабақша жобалары сәтті асырылуда. Мұндағы тәрбиешілер қазақ, орыс, ағылшын тілдерін үйретіп қана қоймай, бірнеше рет қалалық, облыстық өнер және тіл байқауларында топ жарып биіктен көрініп жүр. Бұл балабақша еліміздің ертеңін сеніп тапсыратын отансүйгіш еңбекқор ұрпақ тәрбиелеу үшін аянбай тер төгіп келеді. Ғимараты кең, өз алдына ойын алаңы салынған. Сонымен қатар балабақша тәрбиешілері бүлдіршіндерге үстел басындағы тамақтанудың ережелері мен тәртіптерін, тамақтанып болған соң асты қалай қайыру керектігінің бәрін үйретеді. Сондай-ақ балғындардың шығармашылық қабілетін шыңдау мақсатында
әртүрлі танымдық ойындар, музыка сабағы қосымша өткізіліп тұрады. Қазақ халқында балаңды 5 жасқа дейін патшаңдай күт, 5 жастан 15 жасқа дейін құлыңдай жұмса, 15 жастан асқасын досыңдай сырлас деген тамаша сөз бар. Бұл мағынасы терең философиялық өмір шындығы. Шынында да тәрбие сәби дүниеге шыр етіп келген алғашқы сәттен басталуы керек. Адам мінезі 5 жасқа дейінгі кезеңде қалыптасады деседі. Ендеше жас сәбиді алғашқы күннен бастап тәрбиелеу керек. Әрине, баланың тәрбиесі отбасынан басталады. Дегенмен тәрбие ретінде балабақшаның да алатын орны ерекше. Халықта ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады. Ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық және адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші рөл атқарады. Әр баланың жеке басы, оның моральдық дамуы үшін қамқорлық жасау бүгінгі күннің және алдағы күндердің талабы. Оған балабақша тәрбиешілері мен мектеп ұстаздарының күнделікті көңіл бөлуі талап етіледі. Жалпы бағдарламамыздың кейіпкері Жамалқия Қабденқызы бүгінде білікті басшы, асыл жар, аяулы ана, қамқор әже атанып отырған бақытты жандардың бірі. Әріптестерінің арасында қоғамдық орындарда өз орны бар бағдарламамыздың кейіпкері болашақ маман иелеріне үлгі болар деген үміттеміз. Жалпы өңірімізге танымал ұстаздар әулетінен шыққан Жамалқия Қабденқызына айтар алғысымыз шексіз. Сізге еңбекте үлкен табыстар мен жетістіктер тілейміз. Осы қалпыңыздан танбай, әлі талай биік асуларды балабақша ұжыммен бірге бағындыра беріңіз. Және де осы сәтті пайдаланып барша қала тұрғындарын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жыл әрбір үйге бақыт пен шаттық әкелсін. Жаңа 2016 жыл ырыс пен ынтымақтың, береке мен байлықтың, бейбітшілік пен бақыттың жылы болғай. Аялы арманымыз орындалып, жүректер жылудан айырылмасын. Мен сіздермен келесі жылға дейін қоштасамын. Амандықпен жолыққанша күн жақсы болғай ағайын.